Қайырлы күн. Планетаның ең көне ертегілер, романтиктер, ғашықтар карнавал қаласына бір күндік саяхатым осылай басталды. Италияның Римини қаласынан Венеция қаласына автобуспен шамамен 5 сағат аралығында Санта-Люче темір жол вокзалының жанында орналасқан Местро бекетіне келіп жеттік. Осы Плазо отеліне қарама-қарсы орналасқан таблодан Венеция қаласына автобусымыздың номерін іздейміз. Біздің автобусымыз екінші автобус. Бір қызығы, Венецияда автобуста билетті сырттан автомат арқылы бағасы шамамен 2 евроға сатып алдық. Сөйтіп өз бағытымызда автобусымызды күтіп тұрмыз. Осы бағыттан екінші номерлі автобусқа отырдық. Автобустың ішінде жаңағы алған терминалдан бағасы 2 евро тұратын билетімізді мынадай аппарат арқылы чекать етеміз. Қазір мен сізге аппаратты көрсетемін. Мінекей Венеция қаласына келіп жеттік. Бұл алдымыздағы көпір, Конституция көпірі. Бұл Венециядағы 4 ірі көпірлердің бірі, ең жаңа көпір болып саналады. Венеция қаласының бастамасы. Осы көпір арқылы Венеция қаласының керемет жерлеріне саяхаттаймыз. Тағы бір айта кетерлік, қала су бетінде орналасқандықтан қатынау тәсілі тек су бетінде. Кран каналдардың бойымен, гондолдармен, пароммен, лодкалармен қатынайды. Міне бұл венециандық азамат өз үйінен шығып, лодкасына отырып, бір бағытты бекемдеді. Бұл міне Риальто көпірі, ең алғашқы, ең көне Венецияның ең әйгілі және қала символы. Үлкен Гранд канал арқылы өтетін 4 көпірдің бірі. Венеция қаласының тағы бір керемет дәстүрлі символы бұл гондола. Өзінің керемет бейнесімен туристарды таң қалдырады. Бағасы ақылы, шамамен жарты сағат уақытына 80 евро тұрады. Венеция қаласын не себептен маскалар қаласы деп атайды? Қала кішкентай, көбіне адамдар бір-бірін жақсы танитын болған себептен ғашықтар бейтаныс көздерден жасырынып бетперде кие бастаған. Бірте-бірте бетперде тақырыбы құлдық бұзушы алаяқтар таға бастаған себептен билік бетперде киетін нақты мезгілді белгіледі, яғни Венециялық карнавал дүниеге келді. Тағы бір есімізге салып қоятын сәт, бұл әйгілі Казанованың туылған мекені. Қаланың ортасында осындай керемет тегін су құбырлары орналасқан. Осындай шағын көшелерде ресторандар орналасқан. Шамамен бір тағамның орта бағасы 8-12 евро. Егер де уақыттарыңыз тығыз болса, осындай лавкалардан самса пицца сатып алуларыңызға болады. Негізі еркін серуендеуіме көп көмегін тигізген Италияның Iliad компаниясының сим-картасы. Ішінде 15 гигабайт, бағасы 20 евро. Сонымен қатар телефоныма Google Map картасын енгіздім. Google Map картасының көмегі керемет. Қалаған жеріңізге, қайда барғыңыз келсе де карта арқылы тауып аласыз. Негізінде мені осы Венецияның шағын көшелері таң қалдырды. Бір мақсатсыз жүре бересің. Көшелер де бітпейді, шағын. Әсел, мүмкін ана кафенің жанына тоқталып, кофе ішіп алар? Сау болыңыз. Скузи. Ладно. Осы сәтте бір итальяндық ерекше фраза есіме түсіп кетті. Дольше фар ньенте. Қазақ тілінен аударғанда тәтті бос жүріс деген мағынаны білдіреді. Ештеңе жасамаңыз және ләззат алыңыз. Қызықты естіледі. Бірақ та итальяндықтар бұл фразаның шебері. Қалай демалу керегін біледі. Сәлем, қалыңыз қалай, не істеп отырсыз? Мен қаласымен любоваться етіп отырмын. Так. Сонымен де білмей отырып отырмын. Сүйсініп? Сүйсініп. Ой, молодец. Осындай лавкаларда Италияның тағы бір символы бұл карнавал маскасы. Бағасы шамамен 12 евро тұрады.
Маскалар өте әдемі, көрсең көзің тоймайды, осындай керемет сувенирлер сатылады. Бір түсінгенім, Венеция қаласына бір күндік саяхат, бір күн саяхаттау өте аз. Кемінде жоқ дегенде 1-2 күнге алуым керек еді. Болашақта Венеция қаласына тағы да жол түсіп жатса, міндетті түрде Booking компаниясынан 2 немесе 3 күнге отель жалға алып, міндетті түрде жақсылап серуендеймін. Осындай кішігірім баспалдақтармен көтеріліп, Сан-Марко алаңына келіп жеттік. Сан-Марко алаңындамыз, бұл қаланың орталығында орналасқан. Сан-Марко соборы әлемнің ең әдемі соборларының бірі, яғни ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұра тізіміне енгізілген. Ғасырлар бойы Венецияның әлеуметтік және діни өмірінің орталығы. Сан-Марко Венецияның қамқоршысы, мұнда бейнеленген арыстан қаланың символы. Базиликада ертедегі мозаика фрагменттері, бағалы маталар, икондар және ежелгі құралдардың экспозициясы бүгінгі күнге дейін сақталған. Венеция Италияның ең ерекше қалаларының бірі. Статистика жағынан алатын болсақ, мұнда жыл сайын 18 миллионнан астам туристер келеді. Әлемнің түкпір-түкпірінен келген туристерді өзінің тарихи, ертегі әлемімен таң қалдырады. Қалай сізге ұнап тұр ма? Керемет. Ең ұнағаны не? Ең ұнағаны порт, үйлер, ескі үй. Қалай айта беріңіз. Сөзім жоқ айтар. Негізгі Венеция қаласына келуімнің басты мақсаты осы гондолмен серуендеу. Қазір осыны іске асыруға барамыз. Осы тұстан гондолмен серуенделуге бағыттадық. Гондолмен серуендеу жарты сағат уақытына бір адамға 80 евро. Мынау біздің гондолеріміз. Ал, Айнұр ханым, гондолмен келе жатсыз. Керемет бұл. Біз сіз үшін қуаныштымыз. Мен де сіздер үшін қуаныштымын. Thank you. Окей. Алдымызда Венецияның ең әйгілі символдарының бірі Риальто көпірі. Гондолмен серуендеу шынымен де ұмытылмас керемет сезім. Гондолистерді көру қызықты, бірақ судан қалаға қарау одан да қызықтырақ. Бұл ғажайып қала су астында қалғанша мен оны өз көзіммен көруді шештім. Венеция мен оралғым келетін қалалардың бірі. Осылайша Венеция қаласына мені саяхатым аяқталды. Сіздермен болғанымен Айнұр. Қош сау болыңыздар.